Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз роботқа арналған программа. Бүгінгі сабақта үйренетініміз роботқа арналған программамен танысу. Ол программа Lego Mindstorms Education EV3 программасы. Өткен бөлімде Scratch'те алгоритм құрып, спрайтты қозғалысқа келтіруді үйрендік. Роботты қозғалту үшін де алгоритм құру керек. Роботты қозғалту үшін компьютерлік программаны қолданамыз. Роботты қозғалту үшін қандай программа қажет? Роботты құрастырып, жүргізу үшін арнайы Lego Mindstorms Education EV3 программасын пайдаланамыз. Программаны қалай іске қосамыз? Программаны іске қосу үшін жұмыс үстеліндегі мына белгіні басамыз. Жаңа жоба жасау үшін файл, жаңа жоба, программа командаларын орындаймыз. Мына суретте EV3 программасының жұмыс аймағы. Балалар, назар аударайық. Қауіпсіздікті сақтап, мұғалімнің нұсқаулығын тыңда. Робот құрастырғанда әр бөлшегіне абай бол. Біле жүрейік, робот жасау тез дамып, қоғамға пайдасын тигізуде. Мысалы, Кореяда өткен олимпиадада роботтар адамдарға сусындар таратқан. Енді тапсырмалар орындаймыз. Мына роботтарды қайда пайдаланады деп ойлайсың? Әңгімелеп бер. Келесі тапсырмада суреттегі Lego Mindstorms Education EV3 программасының белгішесін таңда. Мына суреттен бір нұсқаны таңдау керексіз. Енді балалар, дәптерлеріңізді ашыңыздар. Lego Mindstorms Education EV3 программасының терезе элементтерін сәйкес сандармен нөмірле. Ол жерге мәзір жолағы, модульдің қосылу терезесі, басқару батырмалары, жұмыс аймағы берілген. Келесі тапсырма. Жауабын жаз, осы сөзбен сөйлем құра. Мына шатысқан әріптерден бір сөйлем шығарып, бір сөз шығарып сөйлем құра. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бағдаршам арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.